Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен тауықтың төсетінен тағы бір керемет дайындалатын астың түрін дайындап көрсеткен бар. Міне көріңіздер, қандай керемет болған. Рулет сияқты, сырты бауырсақ сияқты қытырлақ керемет. Балаларыңызға да, өзіңізге де бәріне де ұнайтын тағам. Соны сізбен біз қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті заттар. Біз мына қойдың төсетін алдық. Қазір оны турап, майдалап, ұрып алуымыз керек, жұқалап. Одан кейін мына қозы құйрықты алдық. Көріңіздер қандай керемет қозы құйрық. Бұны қозы құйрықты газ пиязбен қуырып алуымыз керек. Бір 14-15 дана. Одан бізге 3 жұмыртқа керек. Бір бұрыш алдық. Дәмдеуіштерді алдық, көкшөп алдық, қалағаныңыз. Содан кейін бізге мынау нанның ұнтағы керек. Сосын бізге кішкентай ірімшік керек бетіне. Қазір осының бәрін турап көрейік. Міне тауықтың төсетін әдемілеп, жұқалап кесіп алдық. Бір төсетінің өзін 4-ке бөліп алдық. Оны әдемілеп ұрып алдық. Енді мына дәмдеуіштермен әдемілеп арасына дәмдеуіштерді салып, тұзын, бұрышын, қалаған дәмдеуіштеріңізді өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді сала беріңіздер. Мынаны әдемілеп басып қоямыз. Ол екі ортада маринадталып тұрады. Ол екі ортада біз мына қозы құйрықты қуырып келуіміз керек. Мына қозы құйрықты қуырып атамыз. 10-15 минут қуырып алсаңыз болады. Бұл жерге пиязын, бұрышын қосып етіп, дәмдеуіштерді қосып етіп, көріңіздер, қазір 15 минутта қуырылады. Сосын дайын болады. Міне қозы құйрықты әдемілеп қуырып әкелдік. Енді қараңыз. Ірімшігін қосамыз. Енді бұны бүктейміз әдемілеп. Бұл бүктеліп қазанға барады. Міне қараңыз. Арасы ашыла берсін, жабуға болады. Көріңіз, қозы құйрықтың да пайдасы өте зор. Оған біз елей бермейміз, қазақтар негізі қозы құйрықты жеу керек. Осылай жасай беріңіздер. Міне, бірінші жұмыртқаға, соңан кейін нанның ұнтағына бірінші жұмыртқаға малғанымыз, содан кейін нанның ұнтағына өстіп, екі жағынан қуырып алу керек. Енді екінші жағын алмастырдық. Екі жағынан әдемілеп бауырсақ сияқты қуырып аламыз. Міне керемет тағам дастарханға келді. Қараңыз, дәмін көріп отырмыз, өте дәмді болған. Жай дәмді емес, өте дәмді болған. Қараңыз, анау шетіндегі тауықтың еті піспей қалады деп қорықпаңыз. Міне әр жағынан 5-10 минут пісіріп алсаңыз, бауырсақ сияқты әдемі болып піседі екен. Ішіндегі де дайын, бәрі дайын. Керемет. Жанына картоп қоссаңыз да, күріш қоссаңыз да, қалай қоссаңыз да бәрін жарасады гарниріне. Міне керемет етіп осындай тауықтың төсетінде осылай жасап жүріңіздер. Бұдан да күшті жасап жүрген шығарсыздар, мен оны білемін. Міне осы менің әдісімен де жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, өте дәмді болған. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.